Қарағай мен сексеуіл. Ұлық Алла ағаш талдарға қоныс алуға ерік берді. Қарағай мен сексеуіл ойпатты жасыл алқапқа жайғасты. Бірақ бір-бірімен бақталас болып сыйыспайды. Әрі тұр бері тұрмен күн өткізіп бір-бірімен сойылдасады. Сексеуіл сабақтарын сілкіп, қарағайға майда инелерін атып шаншиды. Қарағай қалың бұтағымен сексеуілді сабалайды. Бақталастықты жек көретін Құдай оларға қаһарын төгіп, сел қаптатыпты. Селден қашып қарағай тауды, сексеуіл шөлді паналайды. Құнарлы ойпатты жерлерге тату-тәтті ғұмыр кешетін көркем мінезді ағаштарды жайғастырды. Қарағайдың діңгегі мен бұтағындағы қылтанақ тікенектер бір заманда сексеуіл қадаған ұсақ инелер екен. Қарағайдың ауыр соққысынан сексеуілдің тұла бойы кедір-бұдыр боп қалыпты.